Криштиано Роналдо Манчестер Юнайтедті тастап, Сауд Арабиясының Аль-Наср клубымен 2 жылға келісім шарт орнатып, жылына 200 миллион евро ақша табады дейді. Сұмдық па? Сұмдық. Жылына осындай ақша тапса, айына 8 миллиард теңгедей табады екен. Ал күніне 270 миллион теңге шамасы. Бұл жайында қазір біраз сөз қозғаймыз. Ал қазір видеомызда біз Аль-Наср клубына неге өткені және басқа еуропалық клубтар неге алғысы келмегендері жайлы жақсы анализдерді ортаға саламыз деген ниет бар. Роналдудың дәуірі бітті ме? Осы сұраққа да жауап берейік. Желаяқтай арнасымен бірге болыңыздар. Қолдау ретінде видеоға лайк басып тіркеле кетіңіздер. Криштиано Роналду Португалия ұлттық құрамасының аңыз ойыншысы. Футбол тарихында өзінің атын өшпейтіндей жазып кеткен футболшы. Жақында 38 жасқа толады. Ал физикалық дайындығы жас жігіттің дайындығымен бірдей. Себебі өзінің денсаулығына өте мұқият қарайтын адамдардың бірі. Физикасымен, бірақ 38 жас деген бәрібір өзінікін береді. Кезіндегі 25 жасар Роналду мен қазіргі Роналдудың айырмашылықтары өте көп. Жылдамдық жағынан, биіктікке секіру, жойқын соққыларынан айырылды деп айту ол орынсыз. Бірақ баяғыдай жоқ жерден гол соғып, 2-3 адамды алдап кететін Роналду қазір бұл емес. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 38 жасында қай футболшы дәл осы қазіргі Роналдумен бірдей деңгейде ойнады? Руни, Роналду, Рональдиньо, Бекхэм, Вилья, Тевес барлығы ерте бітірді. Немесе ерте бастан ақш Қытайларға сапар шекті. Ибрагимович деген сұрақ қойылуы мүмкін. Оның жасы қазір 41-ден асып кетті. Осы жылы тіпті 42-ге толады. Әлі футбол ойнағанда жастардан кем емес. Бірақ ашығына келгенде Ибраның денсаулығы алаңда ұзақ жүгіруге мүмкіндік бермейді. Тізесі ауырады. Бірнеше операциялар болды дегендей. 42 жасар болып жақсы ойнаған кісілерді әлі көрмеппін. Сол Ибраны ғана шығар. Сол үшін бұл бөлек әңгіме. Роналду енді жасармайды. Деңгейі жасы өскен сайын түсе береді. Әлем чемпионатында да жақсы мүмкіндіктерге жақсы ашыла алмаған сәттері де бар. Сала алмай қалған сәттері де аз емес. Жастарда қателесті сала алмай. Бірақ Роналду болған соң оған талап жоғары қойылады. Манчестер Юнайтедте де Тен Хаг есімді бапкер қосалық құрамнан көз ашыртпады. Ұлттық құрамада Сантушты соны қайталап, психологиясына тигені рас. Соңғы минуттарда жай жүгіріп қайтсын деп шығару бұл дұрыс па? Түсінем, шынымен де өте әлсіз ойнап, командасын тек құрдымға кетіріп жатқан болса. Ашығын айтсақ, әлі ол төмен деңгейге түскен жоқ. Біздің айтып жатқанымыз тек бұрынғы деңгейінен түсті деп жатырмыз. Манчестер Юнайтедтен басқа жаққа ауысады деген сыбыстар көп болды. Атлетико Мадрид, Челси, ПСЖ, тіпті сол мансабын бастаған Спортинг командасы. Кенеттен араб елінен Аль-Наср клубы 200 миллион евро береміз деп шақыртып жіберген. Жаңалықтардан қарайтын болсақ, Роналду басына бармаймын деген екен. Бірақ Роналдуды басқа клубтар алмаған соң, ақыр соңы жақсы ұсыныс тастаған Аль-Наср клубына кетті. Ал Аль-Наср клубы өзінің инстаграмда былай деді: тарих көз алдымызда жазылып жатыр. Бұл келісім шарт тек біздің клубқа емес, бүкіл лигаға, бүкіл ұлтқа және бүкіл болашақ ұрпаққа үлкен шабыт береді. Жаңа үйіңе қош келдің, Криштиано, деп пост жарқ ете қалды. Роналду келмей жатып инстаграмда 860 мыңдай адам болған екен. Роналду келген соң қазір 5 миллион 600 мыңдай адам тіркеліпті. Лайктардың көрсеткіштерін айтпай қойын. Кезінде осындай жағдай Ювентусте болып еді. Енді Аль-Насрға да келіп жетті. Жейделері ыстық тоқаш секілді сатылып жатыр дегенге тіпті күмән болмасын. Аль-Наср клубында енді Роналдудан басқа біз танитын кімдер бар? Камерундық Венсан Абу-Бакар, кезінде Порту сапында өнер көрсеткен футболшы. Бразилиялық Луис Густаво, кезінде Хофенхайм, Бавария, Марсель клубтарында ойнаған. Жас талант атымен Еуропадан кеткен Талиска, Бенфикада жақсы өнер көрсетіп жүріп, ақшаның артынан Түркияға, артынша Қытайға, ал қазір Аль-Насрде. Бірақ сонда да жасы әлі 28-де. Колумбиялық Давид Оспина, кезінде Ницца, Арсенал, Наполи секілді үлкен клубтарда ойнаған. Бір қызығы, Эрдоғанның өзі осы Роналдудың Аль-Насрға өтетін білдім дейді. Маған келген хабарларға сүйеніп айтатын болсам, Роналду Сауд Арабиясына өтеді деп бүкіл халықты шулатқан. Қайдан білді? Ешкім білмейді бұл сұраққа жауапты. Одан бөлек Түркияның президенті Роналдуды палестиналықтарды қолдап, жәрдем береді деп мақтап үн қатты. Енді осы кезде үлкен сұрақ бар. Неге басқа клубтар алмады? Осыны жақсылап айтайық. Біріншіден, Роналдуны кез келген клуб алғысы келеді. Дәл сол Манчестер Юнайтедте қуана алды. Ал оның алдында оған Манчестер Сити клубы да таласқан болатын.
Челсиден де ұсыныстар түсті делінген сол кезде. Үлкен клубтардан бөлек орта деңгейлі клубтардың барлығы да Роналдоды өз сапында көруді армандайды. Енді не кедергі? Амал жоқтықтан неге Аль-Наср клубына ауысты? Себебі оңай, ол оның айлығы. Барлық клуб Роналдудың айлығын жабатында айлық бере алмайды. Ал бере алатын болса, басқа жерінен үнемдей бастайды. Себебі бюджет ол шексіз емес. Ойыншыға сатып алу үшін 100 миллион евро бергенмен, оның айлығы ол басқа бюджетпен есептеледі. Одан бөлек біз білмейтін әртүрлі осыған қатысты заңдар да бар. Әйтпесе кез келген клуб Роналдудың келгенін жай ғана жейдесін сатып ақтау болады. Дәл сол Брюгге, Хетафе, Лестер клубтары қанша жерін алғысы келгенімен мүмкіндіктері жетпейді. Сол үшін Роналдоға Аль-Насрға кетуден басқа амалы қалмады. Аль-Насрға өтудің бірнеше себептері де бар деп ойлаймын. Біріншіден, ол ақша. 200 миллион евроны жылына кім береді? Қазіргі таңда Роналдо ең көп айлық алатын футболшы. 200 миллион евро деген теңгемен шаққан кезде 99 миллиард теңге. Күніне 270 миллион теңгедей табады. 1-2-3 саатқа ұйықтап тұрса, қалтасында 33 миллион теңгесі тұрады. Дүкенде тұрған кезде сатушы қыз, сіздің сатып алған тауарыңыз 10 мың теңге болды десе, Роналдо бір түшкіріп жібереді де 3 секундтың ішінде 10 мың теңгені қалтасынан алып шығады. Ал көлігін жудырып болған соң жас бала Роналдоға сізден 2 мың теңге болды деген кезде, дұрыс естімей алған Роналдо қанша болды деп те сұрап үлгермей қалтасында 4 мың теңгесі пайда болады. Екінші себеп ол ислам діні деп ойлаймын. Әрине бұл менің жеке пікірім, жеке көзқарастарым. Кезіндегі Өзілмен бір командада болған кезде ислам туралы көп сұрағандарын білеміз. Месет Өзілдің айту бойынша кезінде менен Құранды оқытуды үйретуін сұрайтын дейді. Ал оның жақсы көретін сүресі ол Әл-Фатиха деп бір сұхбаттарында айтқан. Иншалла. Жалпы Криштиану Роналдо білсеңіздер донорлыққа қан тапсыратын болған соң ешқашан тату жасатпаған. Әкесі арақтан қайтыс болған соң өзі де ешқашан ішімдік ішпеймін деп уәде берген екен. Тіпті ішімдік түгілі алдын Кока-Коланың өзін ішпеңдер деп алдынан алып тастаған жайты да бар. Денсаулығына өте жақсы қарайды. Ал қайырымдылық туралы айта берсең бітпейді. Сол үшін де араб еліне барып бір жақсы нәрселерді меңгергісі келді ме, ол бізге беймәлім. Бұл тек менің жеке ойым және болжамым. Роналдудың мына сұхбаты естеріңізге түспейді ме? Хави 2014-2015 жылдары болып жатқан маусымда Катар елінің Аль-Сад клубына Барселона құрамынан ауысып барған еді. Бір сұхбаттардың бірінде Роналдо ма, Месси ма деп сұрақ келген кезде Месси деп жауап берген. Роналдоның Мессимен бір заманда ойнап жолы болмаған. Оларды салыстырып қажет емес. Мұны барлығы көріп тұр деп қатты айтқаны да бар. Хавидің бұл сөздерін бір журналист Роналдоға айтып беріп жауап беруін сұрайды. Хави ешқашан алтын доп жеңіп алмаған. Оның ойы маған қызық емес. Ол ешкімге керек болмай қалған соң Катарға кетіп қалды деп Роналдо жауап берген. Ал енді 7 жылдан соң Роналдо өзі араб елінде жүр. Енді дәлме-дәл Хавимен ұқсас емес, бірақ ауысқаны рас болып тұр. Видеоның соңғы тармағын әдемі етіп бітіргім келіп тұр. Роналдо қалай мансабын керемет етіп аяқтай алады. Аль-Насрда аяқтағаны да жақсы, бірақ жанкүйерлер мен футбол сүйер қауым оған риза бола ма? Меніңше 2 жыл келісім шартынан кейін жарты жылға болсын Спортингке, яғни алғаш қадам сыйлаған клубына келіп, тегін ойнап кетсе, міне нағыз кино түсіретін сюжет болар еді. Ал сол кезде чемпиондықты көтерген капитан болса, тіпті әдемі. Роналдудың денсаулығы ол кезге дейін жетеді деп ойлаймын. Сіздермен бірге желаяқты арнасы. Бізбен бірге болыңыздар. Амандықта жолыққанша сау саламат.